Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Жалпы осы видео сіздерге пайдалы болады деп үміт етемін. Жалпы менің видеом кімдерге арналған? Трейдингті бастағысы келіп, немесе бастап ақша салуға, немесе әрі қарай айналысуға қорқып жүрген адамдар үшін арналады. Жалпы енді трейдингке кірмес бұрын ол жайында ақпарат біліп алайық. Жалпы трейдинг кімдерге арналған және де кімдерге арналмаған? Трейдинг ол сабырлы және де эмоциясын бақылай алатын адамдар үшін, және де қысымға төзетін, және де ашуға булықпайтын адамдар үшін, яғни эмоцияны басқара алатын адамдар үшін, және де ақшаны оймен жұмсайтын, әр ашқан қадамын есептеп отыратын адамдар кіру керек. Еңбекқор адамдар үшін және де трейдинг үнемі дамуды қажет етеді. Яғни тек қана біреуден оқып алып, сол стратегиямен кіре берсе, ол уже қиындау. Себебі деген нарық бізде әрдайым қозғалысты, яғни өзгеріп отырады. Кімдерге арналмаған? Трейдингте жылдам байығысы келетіндерге арналмаған. Себебі трейдингте ол оңай ақша жоқ, және де үйренуге, тәжірибе жинауға біраз уақыт кетеді. Сондай-ақ эмоциясын басқара алмайтындар және де ашумен шешім қабылдайтындар үшін, қорыққан кезде позициясын жауып тастайтын адамдар үшін қиын болады. Жалпы трейдинг оларға арналмаған. Тәртіпсіз адамдар, яғни дисциплинасыз, сауда жоспарының стратегиясын ұстанбайтындар нарықтың ойыншығына айналады. Және де шыдамсыз адамдар үшін, және де нарықты зерттеуге, үйренуге, уақыт бөлуге ерінетіндер үшін трейдинг ол тиімсіз. Яғни трейдингке былайынша айтқанда өте ынталы адамдар, яғни ақша табуға ниеті бар, және де солмен жүретін адамдар керек. Ал енді қарызда жүргендер болатын болса, олар үшін трейдинг тиімсіз. Мана айтып өттік, себебі олар тез ақша тапқысы келіп, өзінің барлық депозиттерін сливать ететін болады. Ал енді мына трейдингке келіп атқан адамдар үшін табысқа бірден жетем деп ойламаңыздар. Себебі үйрену біраз уақытты талап етеді. Оны меңгеру үшін нарықты техникалық талдау және де психологиялық стратегияны түсіну керек. Және де бұның барлығы бір күнде жасала қоятын нәрсе емес. Және де трейдингте ол тек қана бірыңғай плюстар бола бермейді, сондай-ақ жеңілістер де болады. Трейдингте кез келген адам шығынға ұшырайды. Жаңадан бастаушылар қателеседі. Бұл қалыпты нәрсе, бірақ осыдан сабақ алып, әрі қарай табыстарын арттыратын болады. Сондай-ақ эмоцияны басқару қиын, асығыс шешім қабылдау бұл үлкен шығынға алып келетін болады. Жалпы трейдингте жүйемен жүру өте маңызды. Яғни стратегиялар және де зерттеу, анализ, және де нарыққа әрдайым анализ жасау. Және де нарық ол әрдайым өзгеріп отырады. Бір стратегия барлық жағдайда тиімді бола бермейді. Сондықтан трейдер үшін сақ болу өте маңызды. Сондай-ақ нарыққа кіретін, яғни сделка ашатын өзінің бір қолайлы уақыттары болады. Оны мен келесі видеода айтатын боламын. Ал енді достар, бұл жалпы айтып отқан барлығы кіріспе сабақ десек те болады. Себебі трейдингке кіруден алдын біз осы нәрселерді білуіміз керек. Яғни кімге болады, не болмайды. Жалпы арна қызық болатын болса, тіркеліп қолдап кетейік. Сау болыңыздар.